Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз ағылшын тіліндегі ең тиімді тәсілдердің бірі shadowing техникасымен танысатын боламыз. Егер ағылшын тілінде еркін әрі сауатты сөйлегіңіз келетін болса, бұл видео сізге арналады. Ең алдымен shadowing дегеніміз не? Shadowing бұл тыңдаған сөйлеміңізді бірден қайталау техникасы, яғни сіз аудионы ағылшын тілінде немесе кез келген тілде қоясыз, және де оны артынан бірден қайталайсыз. Бұл техниканың сізге қандай плюстары, пайдалары бар? Ең алдымен сіз спикингіңізді жақсартасыз, сонымен қатар listening дағдысы да сізде дамитын болады. Ең бастысы акценттен арыласыз, есте сақтау қабілетіңіз күшейеді, және де сөйлеу жылдамдығыңыз артатын болады. Shadowing техникасын қалай дұрыс қолданамыз? Shadowingді қолданудың 5 негізгі қадамы бұл бізде ең алғашқысы тыңдау, екінші қадам оқи отырып тыңдау, үшінші қадам shadowing жасау, төртінші қадам өзіңізді жазып алыңыз, бесінші қадам бұл күнде қайталау. Енді барлығын біртіндеп түсіндірейін. Бірінші қадам бізде тыңдау дедік, яғни сіз өзіңіз қалаған бір YouTube-тан немесе TikTok-тан ағылшын тіліндегі немесе кез келген тілдегі бір аудионы ашып, оны тыңдайсыз. Екінші қадам сіз сол аудионың субтитрімен немесе транскрипті болатын болса, сонымен бірдей оқи отырып, яғни диктормен бірдей оқи отырып, оны тыңдап шығасыз. Үшінші қадам бұл бізде shadowing жасау, яғни сіз субтитрді немесе транскрипті өшіріп тастап, тыңдаған сөйлеміңізді бірден қайталайсыз. Ал төртінші қадам бұл бізде өзіңізді жазып алу, яғни сіз диктофонға немесе видеоға өзіңіздің shadowing жасап жатқаныңызды жазып алатын болсаңыз, сіз оны қайта көру арқылы қателеріңізді тез табатын боласыз. Ал бесінші қадам бұл күнделікті жасау, яғни егер сіз күнделікті 5-10 минуттан shadowing жасайтын болсаңыз, сізде нәтиже болары анық. Ең бастысы тұрақты түрде жасау, және де өзіңізге қызық болған контентті таңдап алу. Дәл осы сәтте сіздерге лайфхак айта кетейін. Егер видеоның жылдамдығы жоғары болатын болса, сөйлеп жатқан адам жылдам сөйлеп жатқан болса, сіз оны 0.5-ке немесе 0.75 жылдамдыққа қою арқылы айтсаңыз тиімдірек болады басында. Енді сіздерге shadowing техникасын практикада қолданып көрсетіп берейін. Ең алғашқы қадам біз аудионы жай ғана тыңдаймыз. Мен TikTok-тан Taylor Swift-тің бір спичін алдым. Енді соны бірге тыңдайық. Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up, moving into new chapters of your life is about catch, release, letting go, knowing things to keep and things to release. You can't carry all things. Decide what's yours to hold. Let the rest go. Екінші қадам бұл бізде аудионы немесе видеоны транскриптімен, субтитрмен бірге оқи отырып тыңдауымыз керек. Life can be heavy, especially if you try to read it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. Letting go, knowing things to keep and things to release. You can't carry all things. Decide what's yours to hold. Енді үшінші қадам бізде shadowing жасау, яғни ешқандай текстсіз, ешқандай субтитрсіз таза видеоның өзін қайталауымыз керек. Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is things to keep and what things to release. You Can't carry all things. Decide what's yours to hold. Life. Енді төртінші бөлім бұл бізде қай материалдардан қолдану керек. Сіз аудио кітаптарды немесе YouTube-тағы, Netflix-тағы кез келген бір видеоны алуыңыз мүмкін. TikTok-қа shadowing деп жазатын болсаңыз, видеолар шығады, солардан да пайдалансаңыз болады. Ең бастысы өзіңізге қызықты ақпаратты, өзіңізге қызықты контентті shadowing жасау. Енді сіз shadowing методы жайындағы барлық ақпаратқа егесіз. Егер сіз күнделікті дәл осы методты қайталайтын болсаңыз, спикингіңізде, сөйлеу дағдыңызда айтарлықтай нәтиже болары анық. 7 күн бойы өзіңізге челлендж жасап, осы әдісті күніне 5-10 минут арасында қайталап көріңіз. Ең бастысы күнделікті қайталау, аз-аздан болса да. 7 күннен кейін қайтадан оралып, комментарий бөлімінде қандай өзгерістер болғанын айта кетіңіз. Егер видео ұнаса лайк басып каналға жазылыңыз. Келесі видеода кездескенше.